Ассаламалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Менің аты жөнім Айнаев Ернұр Исабекұлы. Мен 15 жылдық тәжірибесі бар уролог-андролог дәрігермін. Қазіргі таңда мен Алматы қаласында өзімнің жеке урологиялық андрологиялық клиникамда қабылдаймын. Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің айтатын тақырып ол мынау урологиядағы балдар жайында болады. Мынандай балдар жайында болады. Неге бұндай балдар қаптап кетті? Сол бойынша айтатын боламыз. Осындай балдарды қазір рекламадан қай жерде Инстаграм ашсаң да, қай жерге кірсең де, бүткіл урологиялық проблемалардан, простатиттен де, тез бітіруден де, кіші дәреттегі проблемалардан да, в общем, бәрінен де емдеп жібереді деп осы балдарды қазір сатып жатыр. Неге бұндай балдар қаптап кетті? И бұндай балдарды кімдер алып жатыр? Осы жайында айтатын боламыз. Негізі мен уролог ретінде айтамын. Бұл балдар бағанағы айтылып отқан аурулардан бәрінен түбегейлі емдемейді. Бұл балдардың ішіне басқа балдардың қандай айырмашылығы бар? Бұл балдардың ішіне Виагра тәріздес дәрілер қосылады. Сол үшін бұл балдарды ішкен кезде бұл мүшенің тұруын жақсартқан сияқты болады. Әрине ол жақсартады, себебі оның ішінде Виагра бар. Бірақ бұл балдың ол жерде қатысы жоқ. Бізге де сол керек қой, біздің жігіттерге де. Бал жесе, мына жағы керемет болса, ешқандай дәрі болмаса, дәрігерге бармаса, бәрі керемет болса деген, сол да еркектер сол балдарға орнап жатыр, өкінішке орай. Әрине ол балды ішкен кезде, жеген кезде, бірінші ол еркектің сезінетіні, мүшесі тұру жақсарғанын сезеді. Ол бірақ дәрінің көмегімен. Сосын соны сезгеннен кейін ол жақсы екен дейді, ол дәріні ары қарай ішеді. Өкінішке орай, кейбір сол реклама жасап жүрген адамдардың өзі соған алданып қалуы да мүмкін бастапқы кезде. Соны ішіп көріп, ой, мына действиясы өте жақсы екен ғой деп мен халқыма, еліме көмектесейін деген шын ниетпен де бастапқы кезде реклама жасауы мүмкін. Ол дәрігер емес қой, себебі оның түбінде не тұрғанын білмейді ғой. Ол оған реклама жасаған кезде ол айтады да, бұл бал ішінде шөп дәрілер қосылған дейді да. Бірақ естеріңізде болсын, ешқандай шөп дәрі сіз ішкен кезде мүшеңізді сразу тұрғызбайды. Ол тек қана сондай медицинский препараттар ғана сіз оны ішкен кезде мүшеңізге әсер етеді. Сол жаңа дәрілердің жидкий түрлерін мүшеге енгізген кезде мүшенің сразу тұрғыза аламыз. Сол үшін бұл дәрілерді жаңа балдардың ішіне араластырған кезде ғана ол эффект береді. Сол үшін егер сіз ол балдарды ішкен кезде мүшеңіз тұратын болса, ол балдарға жоламау керек. Себебі біріншіден оған сіз үйреніп қалуыңыз мүмкін. Кейін ол дәрісіз сіз мүшеңіз жұмыс істемей қалуы мүмкін. Енді неге біздің жігіттер осыған алданып жүр? Қандай жігіттер осыған алданып жүр? Сондай эффекті іздеп жүрген жігіттер, сондай оңай ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргісі келетін жігіттер, сондай балдарға алданып, өзіне проблемасының үстіне проблема қосып алып, кейін дәрігерге келіп жатыр. Маған келетін көп жігіттер міндетті түрде сол балдарды көрген жігіттер. Келгендердің 70-80% сондай балдар ішкен деп мен толық айталам. Өйткені мен бәрінен сұраймын. Сұраған кезде ананы да іштік, мынаны да іштік, бәрі көмектеспеді. Бастапқы кезде көмектескен сияқты болды. Наоборот, кейін кезде одан да жаман болып кетті деп жатқандар бар. Сосын әсері болмай қалды деп жатқандар бар. Сол үшін ондай балдарға алданбаңыздар. Ондай балдарды сізге кері әсерін беруі мүмкін. Бірінші дәрігерге барып тексеріліп, бірінші сізде қандай проблема бар екенін анықтау керек. Сол балды іздеткен сізде қандай проблема екенін анықтау керек. Себебі ол бал, оның ішіндегі Виагра тәріздес препараттар сіздің проблемаңызды шешпейді. Ол уақытша нәрсе. Сіз оны ішесіз, действия береді, ішпейсіз, ешқандай действия бермейді. Ол емдемейді сізді. Сіздегі проблеманы анықтау керек, соны емдеу керек, одан кейін барып сіз нәтиже аласыз.
Ал сіз балды қанша уақытқа дейін ішесіз? Өмір бақи ішесіз бұл балды. Сосын барып сізге ол әсер бермей қалуы мүмкін. Сол үшін ояныңыздар, дәрігерге барып тексеріліңіздер. Балды іздеуге қандай алып келген себепті табу керек. Сол себепті тапқаннан кейін барып оны емдеу керек. Қазіргі кезде эректильді дисфункция, импотенция деген аурулар ерте анықталса, түбегейлі оңай тез емделеді. Бірақ оны ерте анықтап, ерте көмек көрсетсек. Біздегі сияқты неше түрлі балдарды ішіп, уақыт өткізіп, соңында уже мүше төмен құлап келген кезде уже оған да тура соншалықты ұзақ уақыт восстановление, реабилитация соншалықты ұзақ уақыт кетеді. Сол үшін соншалықты ұзақ уақыт кетпесін десеңіз, көп ақшам кетпесін десеңіз, проблема басталған кезде келіп, оны сол кезден, сол жерден оны емдеп, тез нәтижеге жетсеңіздер болады. Егер видео ұнаған болса, төменге комментарий жазып кетіңіздер. Қандай видеолар келесі тақырыптарда қозғағанымызды қаласаңыздар, соны төменге жазып кетсеңіздер, сол тақырыптарды міндетті түрде қозғауға тырысатын боламыз.